Мен Қилыбаев Әлижан, нөмір 185 орта мектептің 4-ші бас сынып оқушысы, сынып жетекшісі Әміртаева Данагүл. Қабірден хат, Қайрат Рысқұлбековтың монологы. Армансызбын, ажалсызбын, тірімін, мендегі мұңға жабәрі азаппын, ұлтым үшін ұлтарақпын аз десен, сүйегім мен сүтім мен де қазақпын, көкбөрінің сіңіріндей сірімін, сол үшін де ажалсызбын, тірімін, шындық үшін құрбандыққа шалынып, шырылдаған құлындардың мөрімін, талай-талай тоналдым да тапталдым, өз-өзімді жоғалтуға шақ қалдым, көлікті көктемде туылып, желтоқсанда еріп өткен аққармын, күн үренсе үн шығады көрденде. Шертілмеген шерім қанша шерменде, өз тілінде өмір сүріп, сонан соң не жетеді өз тілінде өлгенде. Мен сұрасам теңдігімді сұрадым, теңдігімнің кемдігіне жыладым, ай күзетіп арым сүйер жасымда, мен ажалдың құшағына құладым. Кек алатын кәрденде жазсам да, қу тіршілік құпиясын ашқан ба, бауыр қалды өзегіне өртеніп, ана қалды сүтін сауып аспанға. Тәуелсіздік қазақ үшін ғажаппын, ғажаптыққа жүрмейді енді мазақ түк. Бөлі мінез бабалардың арманы, айналайын алтын қанат азаттық. Саған құрбан жастығымда жанымда, саған құрбан атпай қалған танымда, терендігі қабірденде терендеу, менің қайғым қазағымның қанында.